Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Еліміздегі болып жатқан пандемияға байланысты онлайн сабағымызды бастайық. Дене тәрбиесі оқытушысы Жорғатаев Думан Ардағұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы баскетбол тақырыбы. Баскетбол ойыны жайында айтатын болсақ, баскетбол ойыны ақш құрама штаттарында пайда болған. Ойынның жалпы ережесіне келсек, ойын 20 минуттан 2 айналымнан тұрады. Әр командада 5 ойыншыдан және қосалқы ойыншылар болады. Әр команда ойынға қоспас бұрын төреші екі команданы допты жоғары лақтыру арқылы ойынды бастайды. Жалпы 6 метрден лақтырған доп 2 ұпайдан беріледі. Ал 6 метр қашықтықта лақтырған доп 3 ұпайдан беріледі. Айып добы 1 ұпай болып есептеледі. Әр ойыншылар өз полясында допты 9 секундтан артық ұстамау керек. Және қарсылас команданың полясында 20 секундтан артық допты ұстауға болмайды. Жалпы ойын ережесін айтатын болсақ, баскетбол ойынын допты 2 қолмен алып жүгіруге болмайды. Допты жан-жаққа сермеу арқылы жүгіріп, қарсыласты алдап өтіп, командаға ойыншыларға пас беріп, кольцоға лақтыру арқылы ойналатын ойын ережелері. Енді сабақтың тақырыбын жалпы сіздерге түсінік қылып айтып өтсем, онда баскетбол ойынын бастамай тұрып, жалпы дамыту жаттығуларын жасап алайық. Қолымыз белде, аяқ алшақ, басымызды солға 4 рет, оңға 4 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Әр жаттығуды 3-4 рет жасаймыз. Келесі жаттығумыз. Қолымыз иығымызда, иығымызды алға 4 рет, артқа 4 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бұл жаттығуды да әр жаттығу жасаған сайын 3-4 подходтан жасаймыз. Келесі жаттығумыз. Оң қолымыз жоғары, сол қолымыз төмен. Иық деңгейінде, аяқ иық деңгейінде болады. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Осылай әр жаттығуды қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз, аяғымызды алшақ ұстаймыз, қолымызды аяғымыздың ұшына тигіземіз. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз, аяғымызды созамыз, осы шекілді растяжка жасаймыз. Ол кезде денемізді тік ұстаймыз, арқамыз иығымыздың деңгейінде тік болу керек. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Баскетбол ойынын бастамас бұрын баскетбол жаттығуларын жасап сіздерге көрсетейін. Ол баскетбол жаттығуларын жоғарыдан лақтыру, кеуде тұсынан лақтыру жаттығуларын көрсетейін. Допты жоғарыдан пас беру тәсілі. Допты кеуде тұсынан пас беру. Допты кольцоға лақтыру жаттығуларын келесінде көрсетейін сіздерге. Допты кольцоға лақтыру үшін қолымызды жаттықтырып алайық. Сол қолмен лақтырып, оң қолмен лақтыруға да болады. Осы жаттығуларды орындап болғаннан кейін кольцоға лақтыру жаттығуын көрсетейін. Допты кольцоға лақтырмас бұрын сол қолмен лақтыру керек болса, сол аяғымызды алдыға қоямыз да, оң аяғымызды алдыңғы аяқтан сәл шегеріп қоямыз. Келесі жаттығумыз допты корзинкаға лақтыру әдісі. Ол үшін 2 шаг жүріп, корзинкаға лақтырып түсіреміз. Келесі жаттығумыз 3 ұпайлық лақтыру жаттығуы. Яғни сіздерге сол 3 ұпайлық кольцоға лақтыру жаттығуын көрсетейін. Бүгінгі сабақтың тақырыбымыз баскетбол тақырыбы осымен аяқталды. Үйге тапсырма, жалпы баскетбол ойынның ережелерін оқу, корзинаға, кольцоға, яғни добымызды лақтыру техникасын үйрену және спортпен айналысамыз.